Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат және жалған. Бүгінгі сабақта математикалық мазмұндағы пікірлерді құрастыруды және олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтауды үйренетін боламыз. Балалар, жәнегі ақиқат немесе жалған екендігін анықтау үшін нақты айтуға болатын сөйлемді пікір деп айтады екенбіз. Басқа кез келген сөйлем пікір бола алмайды. Пікір міндетті түрде хабарлы сөйлем болуы тиіс. Енді балалар, кітабымыздың 46-шы бетіндегі екінші тапсырмаға қарап көрейік. Мына пікірлер дұрыс па? Анықтап көр дейді. 15 саны 5-тен 3 есе артық. Иә балалар, 15 саны 5-тен 3 есе артық. Яғни біз А деп белгілейміз. А дегеніміз балалар ақиқат, Ж дегеніміз жалған. Яғни өтірік, қате пікірді жалған дейміз. Ақиқат бұл шындық деген сөз. Қысқартып А, Ж деп белгілейміз. Жәнегі 15 саны 5-тен 3 есе артық. Бұл бізде ақиқат пікір. Келесі, теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу. Иә балалар, бұл да бізде ақиқат пікір болады екен. Келесі, кез келген шаршы тіктөрт бұрыш болып табылады. Иә балалар, кез келген шаршы тіктөрт бұрыш болады. Себебі оның барлық бұрыштары тік жәнегі бұрыш болады және төрт бұрышы болады. Келесі, X 3 санынан кем. Бұл жердегі пікірді балалар біз жәнегі анықтау мүмкін емес. Себебі X-тің орнында біз қандай сан тұрғанын білмейміз. Сондықтан жәнегі бұл пікірді жалған немесе ақиқат екендігіне көз жеткізе алмаймыз. Оны пікірге айландыру үшін балалар мысалы былай деп айтуға болады. 4 саны 3 санынан артық, немесе 2 саны 3 санынан кем деген сияқты пікірге айландырып аламыз. Одан кейін барып оның ақиқат немесе жалған екендігін анықтайтын боламыз. Келесі тапсырма балалар кітабымыздың 47-ші бетінде берілген 5-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді: берілген жазбалар бойынша пікірлер құрастыр, олар ақиқат па, жалған ба? Тура теңдіктер мен теңсіздіктер жаз дейді. Яғни балалар, мына жерде бізге былай дейді: 8 мен 9-дың көбейтіндісі 63-ке тең. Бұл жерде балалар, бұл жалған пікір. Себебі 8 мен 9-дың көбейтіндісі 63-ке тең емес. 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. Иә балалар, 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. Яғни бұл бізде ақиқат пікір. Келесі, 16 мен 16-ға 8 бен 4-тің бөліндісін 16-ға қосқанда 20 болады дейді. Бұл жерде балалар жалған пікір. Себебі бұл жерде мәні 18-ге тең болады. Келесі, теңсіздіктер берілген. 2 метр кем 200 сантиметрден дейді. Егер біз метрді балалар сантиметрге айландыратын болсақ, онда ол 200 сантиметрге тең. Олай болса 200 сантиметр мен 200 сантиметр тең болу керек. Бұл жерде бұл жалған пікір болады. Келесі, 3 минут артық 300 секундтан дейді. Енді 3 минутты біз секундқа айландырып аламыз. 3 минутым 180 секундқа тең. 180 секунд 300 секундтан артық болмайды. Олай болатын болса, бұл балалар жалған пікір. Келесі, 3600 бен 100-дің бөліндісін 36-ға бөлгенде 0 болады дейді. Балалар, бұл жерде 3600-ді 100-ге бөлетін болсақ, 36 болады. 36-ны 36-ға бөлсек, бізде 1 шығады. Яғни бұл жерде де жалған пікір болады екен. Келесі, кітабымыздың 48-ші бетінде берілген 6-шы тапсырма. Бұл жерде былай дейді: есеп бойынша өрнек жаз. Есепте артық мәлімет бар ма? Жәнегі мына есепте артық мәлімет берілген бе дейді. Ең бірінші мәтінді оқып шығамыз. Осы жерден артық мәліметті тауып аламыз. Арақашықтығы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. Бірінші пойызда 15 вагон бар, ал екіншісінде одан 2 вагон артық. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, екіншісінікі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Бұл жердегі артық мәлімет балалар бізге пойыздардағы вагондардың саны қажет емес. Олай болатын болса, бірінші пойызда 15 вагон бар, екіншісінде одан 2 вагон артық деген сөйлем бізде жәнегі артық мәлімет болып тұр.
Енді бұл есепте бізге берілген ара қашықтық және v1 v2 жылдамдық уақытты табу керек. Не істейміз балалар? Бірінші жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол дегеніміз v1 мен v2-нің қосындысы. Жақындау жылдамдығын тауып алғаннан кейін уақытты табамыз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. 60 км сағатқа 50 км сағатты қостым, 110 км сағат, яғни бұл бізде жақындау жылдамдығы. Осы жақындау жылдамдығын ара қашықтыққа бөлген кезде 8 сағат. Яғни балалар, жәнегі 8 сағаттан кейін кездеседі екен. Пойыздар 8 сағаттан кейін кездеседі. Балалар, келесі тапсырма. Кітабымызда берілген 7-ші тапсырма. Тек ақиқат пікірлерді көшіріп жаз дейді. Балалар, мен көшіріп жазған жоқпын, бірақ жәнегі номерін осы жерге көрсетіп қойдым. Бірінші, 7 санын 6 есе арттырғанда 42 санын алдық. Яғни бұл бізде біріншісі балалар ақиқат болады. 6 мен 7-нің көбейтіндісі 42-ге тең. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 саны шықты. Бұл бізде жалған. Себебі 64-ті 8-ге бөлгенде 7 шықпайды. Келесі, 9 бен 8-нің қосындысы 17-ге тең. Иә балалар, бұл ақиқат пікір болады. Үшінші тапсырма. Төртінші тапсырма. 9-ды 21-ге арттырып 30 санын алдық. Иә, ақиқат болады. 21-ге 9-ды қосатын болсақ, 30 шығады. Келесі 5. 9 бен 7-нің көбейтіндісі 81-ге тең. Бұл жерде жалған пікір. Себебі 9 бен 7-нің көбейтіндісі 81-ге тең болмайды. Алтыншы тапсырма. 48 бен 6 сандарының бөлінісі 8-ге тең. Ақиқат балалар. 48-ді 6-ға бөлсек 8-ге тең болады. Жетінші тапсырма. Азайғыш азайтқыштан кіші. Бұл жалған пікір. Себебі азайғыш балалар азайтқыштан кіші болмайды. Азайғыш дегеніміз, сендер білесіңдер иә балалар, мысалы 12 бұл азайғыш, 5 дейтін болсақ, 12-ден 5-ті азайтатын болсақ, жәнегі бізде 7 болады. Ал егерде мен мына азайғышты жәнегі айтқан бойынша жазсам, 12, 5 азайту 12. Балалар, бізде бұл айтып тұрғаны жәнегі мына азайтқыш азайғыштан кіші болады дейді. Олай болатын болса, бұндай өрнек болмайды. Сондықтан бұл қате пікір. Келесі, кітабымызда берілген 9-шы тапсырма. Бұл 9-шы тапсырмада былай дейді. Математикалық жазбалардан пікірлер құрастыр және жаз. Осы пікірлердің ақиқатын анықта. Жәнегі ақиқаттығын анықтаймыз. 120 артық 130-дан. Бұл пікірде балалар 120 130-дан артық емес, олай болса жалған. 90 артық 20-дан. Иә балалар, 90 20-дан артық, олай болатын болса, бұл ақиқат пікір. Келесі, 60 кем 50-ден. 60 кем 50-ден. Бұл бізде жалған пікір. 90 артық 70-ден. Бұл ақиқат пікір. Мен ақиқат пікірлерді балалар тақтаға жазып қойдым. Келесі, 150 кем 80-нен. Бұл жерде жалған пікір. Себебі 150 80-нен артық. 810 кем 90-нан. Бұл жерде де жалған пікір. Себебі 810 90-нан артық болады. Балалар, міне бүгінгі біздің оқыған тақырыбымыз ақиқат пен жалған деген жәнегі пікірлердің ақиқаттығы мен жалғандығын анықтадық. Өте оңай тапсырма болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта сендерге тек сәттілік тілеймін.